Сәлеметсіз. Автокөлік денсаулығын күту арнасына қош келдіңіз. Бүгін міне Қытайдың Қазақстанның Қостанайында жиналатын Қытайдың көлігін қарап кетейік. Бұл JAC S7 деген көлігі. Сыртынан өте әдемі көлік. Күшті жасаған, газ шығатын орындары. Бірақ та бұл бәрі жалғам, тесігі жоқ. Астында ғой деймін. Әміне шығып тұр. Мына жерінде тесігі жоқ. Бірде 5 турбо қозғалтқышы бар, яғни турбинасы бар. Әдемі жасалған көлік. Итальяндық дизайнер бұл көлікті суретке салған. Артында да орын көп көріне ме? Қостанайда шығарылады. Міне айтарым. Кореялықтар секілді шамдары бамперде орналасқан. Алдыңғы шам және алысқа береді. Ал мұны күндіз жанатын шамдар. Және бұрылыс светтері осы. Ал мұны міне. Мынау алдыңғы шамдар, мынау алысқа береді. Италиян дизайнері суретке түсірген. Сондықтан бұл Италияның Мазератти деген спорттық көліктерге ұқсайды. Әсіресе мына алдында тұрған әдістерімен. Әдемі көлік. Өте жақсы қапталған. Деңгейі өте жоғары көлік. Ішіндегі құралдары міне көрдіңіз ғой. Дисплейі бар, міне джойстигі, не емес, таяқша емес. Сондықтан джойстик. 19-ші дөңгелектер ғой деймін. 18 екен. 18-ші дөңгелектер. Сапа жағын айта алмадым бұл көлік. Қытайлық көліктер туралы менің айтарым бұл 90-ші жылдары Қытай талай магнитофондарды әкеледі Қазақстанға. Жарты жыл істейтін нәрселерді алып келеді. Сол кезден өзімнің ойым Қытай нәрселері туралы бекітілген. Бұл бір жағы. Екінші жағы бұл қазір Қытайда талай нәрсе шығарылады. Тіпті бүкіл нәрсе, әлемдегі бүкіл нәрседен бәрі Қытайдан келеді. Мерседес, BMW, талай құрал жабдықтарын Қытайда шығарып алады. Бұл көлікті, мысалы, вариаторы Қытайда шығарылғанымен американдық Borg Warner деген өндірушінің қорабы тұр. Сосын инжекторлар, шамдар, форсункадар дейді ғой. Соның бәрі өзінікі емес.
бұл әлем өндірушілерінің заттары, құрал жабдықтары. Қытайдар жай ғана соның бәрін жинап бірге құрастырып көлік жасайды. Жак S7. Табалдырығын жаппайды екен, есіктен кіріп алады балақтарыңыз. Бұл қара емес. Сонда джойстик. Мынау робот. Енді әрине күшті қапталған, деңгейі жоғары көлік. Бәрі міне дисплей, мында дисплей. Не көріңіз ғой, ұнайтыны. Өте жоғары отырғанда қолыңыз бір деңгейде. Мысалы, қораптың таяқшасымен, джойстикмен. Джойстик қой. Аккумулятор отырып қалды дейді. 5 километр жүрді. Жоқ, 205. 201. Панорамасы бар төбеде. Бәрі мына, бәрі бүкіл лед. Деңгейі өте күшті. Күшті жабады екен. Орын көп. Мұнда мынау USB телефоныңызды зарядтауға. Өзі ашылады екен. Артқы дөңгелектер жай өзімен өзі айналады, ешқандай артқа баратын қардан жоқ. Төбесінде міне запаскасы тұр. Артық дөңгелек. Сапасы жақсы. Ұлғары емес. Мына жігіттеріне бірдеңке қойға болады. Астында USB зарядкасы бар. Сосын 12 вольттық розеткасы. Бірде 5 бензин турбо дейді. 4 цилиндрлық. 170 аттың күші. 200 сантиметр жоғарылатылған. Бактың көлемі 64 литр. Робот қорабы, беріліс қорабы. 6 берілісі бар.
Осы бейне сіздерге ұнаса, пайдалы болса, бейнеге лайк қойыңыздар, бейне астына пікірлеріңізді жазыңыздар. Осы көлік жайлы қалай қарайсыздар, қытайлық көліктерге арнаға жазыңыздар. Жаратқан ие сіздерге риза болсын және әр күндеріңіз керемет өтсін.